Ассалаумағалейкум достар, менің атым Нұрбақыт және менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бұл видео обзор өте қызықты, ұзақ және инсайтқа толы болады. Сол себепті блокнот ручкаларыңызды дайындап қойыңыздар. Бұл видео обзорда биткойнның болашағын, құлауын, соғысты және өте көптеген қызықты тақырыптарды талқылайтын боламыз. Сол себепті осы видеоға жақсы кері байланыс қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Осындай қазақша сапалы видео обзорлар көбейсін десеңіз, осы видео обзорды досыңыз, танысыңыз, туысыңызға бәріне жіберіп қойсаңыздар болады. Видео обзорды бастамас бұрын менің соңғы видео обзорыма тоқталып өткім келеді. Ол жерде мен криптовалюталардың капитализациясы бойынша бірнеше мнение берген едім. Мысалы, мынау бізде Total 2, яғни биткойнды санамағындағы криптовалюталардың капитализациясы, яғни альткойндардың, в том числе эфириумның. И соңғы 3 видео обзор қатарынан мен общий альткойндардың капитализациясы 1,2 триллион доллардан 1 триллион долларға дейін құлауын күткен едім, естеріңізде болса. Одан бөлек қайда кетті? Вот. Общий криптовалюталардың капитализациясы 3 триллион 310 миллиард доллар капитализациядан 3 триллион долларға дейін құлауын күткен едім, яғни минус 10%-ке. И бізде не өзгерді? Давайте қарап өтейік. Но бізде жаңағы Total 2, ол действительно сол жерге дейін құлады. Мына жерден қазір көрсетіп өтейін. Міне, құлады сол зонаға дейін. И қазір реакциясын алуда. Все по плану. Және жаңағы Total общий криптовалюталардың капитализациясы действительно 3 триллион долларға дейін құлады. Және қазір реакциясын алуда. Ең маңыздысы осы ключевой уровеньнен жоғары закрепление жасай алды. Бұл өте маңызды, супер важный. И және Аллаға шүкір деп айтуымыз керек. Себебі бұдан ниже закрепление жасағанында, вот тогда уже мынау имбалансқа құлап, осы имбалансқа құлағаннан кейін барып, аккумуляция болып дальше өсін көретін едік. Но Аллаға шүкір осы ключевой уровеньнен жоғары закрепление жасай алды. Бұл өте маңызды. Неге екенін қазір айтып өтемін. Все, мына видео обзорды сіздерге түсінікті деп ойлаймын, айтып өткен мнением до этого. Барлығы в точности келуде. Сначала мен биткойнға өткім келеді. Давайте биткойнды қарап өтейік, талдап өтейік, биткойнда не болуда, не өзгеріс орын алды соңғы 20 күннің ішінде, соңғы видео обзорым, кажется, 20 күн бұрын шыққан еді. Давайте қарап өтейік. Так, менде қазір загрузка болып отыр. Осы арасында трейдингке қуатыны бар. Ладно, мен сізге былай айта берейін. 18 июнь күні биток шартовый поджатие көрінеді. Если, конечно, 108 мыңға жоғары көтерілмесе тез деп айтқан едім. До этого времени мен айтып өттім, шартовый имбаланс бар мына жерде, инверсивный, содан бір реакциясын алу керек деп айтып өткен едім. Так. И так. Ага. И действительно сол жерден реакциясын алды. И мына жақтағы шартовый поджатие ескертіп өткем. Действительно орын алған еді, Қазір графигі ашылсын биткойнның. Одан бөлек эфириумға тоже мнение бердім сол күні 18 июнь, мына жақта да 18 июнь. Именно оқушыларыма былай деп айттым, тоже шартовый поджатие болуда. Трендовый төменгі границасын пробить ететіндей көрінеді, міне осы қызыл линияны. Свинг лонг пока что отмена, локальный минимум обновить еткен дұрыс. Яғни локальный минимум ол бізде 2300 доллар еді. Давайте қазір қарып көрейік. Ой, ё-моё, что-то ұзақ болып кетті ғой. Давайте мына жақтан өте салайықшы. Так, быстрее. Вот. Мұнда біз көріп тұрмыз. Мен қазір бір күндік таймфреймге өтем. И действительно, мына жерде бізде поджатие сработать етті. Так, көріп тұрсыздар, міне. Поджатие сработать етті, резко же, обратно қазір восстановление жасауда. Осы құлаған кезде бізде не шыққан еді, жаңалық шыққан еді, Иран Израильге атака жасап бастағаны жайында. Именно осы кезде. Потом, мына кезде Америка Иранға уже атака жасап бастады. Бірақ без разницы уже. Биткойнға абсолютно без разницы. Ол баяғыдай спекуляцияға жататын актив емес достар. Сол себепті ол дәлше құлаған жоқ. Емес сол кезде айтқан едім оқушыларыма. Бұлай деп, қазір көресіздер. 22 июнь күні айттым. 99.100 доллар, 97.800 долларға бір құлайтындай көрінеді. Все еще дедім. Еще биткойн 102 мың доллар тұрған кезде.
И мен айтып өттім, осы жерде енді тоқтау керек деп айтып өттім. Ол кезде биткоин бізде $98,800 еді. Ну, примерно мынау районда, иә. И действительно тоқтады, сразу же реакциясын алды. Самое главное, бізде аптаны осы ключевой уровені жоғары закрепление жасай алды. Ал қазіргі аптаны қарайтын болсақ, бізде өте жақсы реакция алуда. Вот өте жақсы реакция алып, рост жасауда. До этого болған бүкіл медвежий движениесі сразу поглощение болды, иә, міне көріп отырмыз. Минус 10% құлады, уже плюс 8% өсіп, ол свечені полностью поглощать етуде. Енді біз осы кезде не байқадық, достар? Осы кезде біз байқағанымыз, көбісі қорқып кетті. Вот давайте признаваться етейік, сіздер 100% қорқтыңыздар. Биткоин 10%-ге құлауда дальше не болады, дальше еще ниже кете ма, неге олды құлауда рынокпен дальше не болады, медвежий рынок бола ма дегендей. Себебі көбісі мынандай бір паттернді айтып жатты да, фракталды. Точнее айтқан кезде фрактал. То есть осы кездегідей мынау исторический максимумнен жоғары типа закрепление жасады и обратно құлады. Тура сол кезде еске алған еді көбісі. Мына жерде то же самый закрепление жасай алмады и дальше бізде Макдональдстың графигі сызылады деп көбісі қорқып күткен еді. Но не тут-то было, потому что Нұрбақтың сценарий орындалуда десене. Әзіл достар. Но не тут-то было, себебі биткоин баяғыдай спекуляцияға келетін актив емес. Яғни биткоин сатып алдың, уже 3-4 күннен кейін там плюс 10-20% сат жерін дегендей нәрсе емес. Бұл жерде кәдімгідей сен накапливать етесің, долгосрочно, өте ұзақ мерзімде биткоин уже былай ойнайтын актив емес баяғыдай. Бұл жерде 30%-40% прибыль алып келсе уже қуанасың, и то бір жылдың ішінде дегенде. Если повезет, онда жарты жылдың ішінде. Сол себепті бұл баяғыда зрелый актив емес болғандықтан биткоин уже соғысқа никак реагировать етпейді. В том числе и фондовый рынок. Фондовый рынок вообще құлаған да жоқ. Оған отдельно тоқталып кету керек. Биткоин бізде риск восстановление жасай алды, мынау минимумда обновить етті, и в том числе мынау имбалансты почти что полностью перекрывать етті дегендей. И қазір обратно ключевой уровеньге қарай жоғары баруда екен. Бұл бізде өте маңызды. Осы аптаны обратно осы ключевой уровеньнен жоғары закрепление жасай алсақ, 108.300 деген, бұл бізде фьючерстегі биткоин графигі, конечно же, там обычный биткоин графигінде чуть-чуть ниже болады. Главное, осы исторический максимумнан жоғары закрепление жасай алсақ, онда бізде смело келесі, яғни мынау тұрған локальный исторический максимумды обновить ету изи болады деп айтсақ болады, Алла қаласа. Оны көре жатамыз, но бұл пока что локально. Ешқандай бір какой-то бір позитивный или же негативный жаңалықтар шығып әсер етпесе болғанда. Неге соғыс кезінде биткоин қатты құламады? Всего лишь там минус 9% құлады. Неге? Себебі уже ол жаңалықтардың результаты биткоинға давно уже әсер етіп қойған. Давно, яғни мына кезде еще әсер етіп қойған. Мынау движениенің барлығы уже биткоинға давным-давно заложенный болып тұр. Хоть соғыс болсын, пошлина болсын. Мысалы, мына жақта пошлина болған жоқ, Дональд Трамп президент болды, и сразу же ертесі күннен бастап биткоин құлап бастады өзімен өзі. Мына жақта пошлина жайлы жаңалықтар шығарып бастады, құлап бастады биткоин, база жоқ, но особо құлап бастаған жоқ. Если видите, мына жақта маған сигналдың результаты кеп тұр, тек профиттен шығып жатыр деп, окей. Особо реагировать еткен жоқ уже, потому что мына жақта уже отрабатывать етіп қойды. Оның бәрі уже жаңалықтардың результаты мына жақта жатыр. Уже мына жақта жатыр. Түсініңіздер ме? Сол себепті уже баяғыдай биткоин шалтай-балтай болып, оңай екі жаққа реагировать ете бермейді. Яғни манипуляция бола салмайды оңайлықпен. Оған қоса мен отдельно мақтағым келіп тұр эфирімді. Неге эфирімді? Себебі эфирім өзін достойно көрсетті. Прям өте достойно көрсетті деп айтсақ болады. Мында біз көріп тұрмыз. Эфирім бойынша мен тоже мнение берген едім оқушыларыма. Эфир то же самое шартовый өрнектерін жаңа бұны сіздерге айтып қойдым, иә? Окей, өтіп кеттік. Төменгі поджатие жасауда эфир Эллиот волнасы бойынша 4-ші волна болуы керек, коррекция деп айтып өттім. Странно, мен мына жерге ол волнаны қоймағаным. Примерно осылай дедім міне. Примерно осылай міне. Ол кезде эфир $2500 тұрды. Менің ожиданием бойынша $2200 қарай құлау керек еді, міне. И как видим, вот действительно құлады, даже ниже құлады $2100 дейін, но одан ниже құлаған жоқ. Ең басысы бізге мынау минимумнан жоғары обратно көтеріле алды. Восстановление жоғары жасады.
Но апталық таймфреймге келетін болсақ, чуть-чуть бұл жерде жаман на самом деле. Ну, неприятно негізі чуть-чуть айтқан кезде, хотя бы мынау имбаланстан жоғары закрепление жасағанда вообще шикарно болушы еді. 3 күндік таймфрейм болса, ну, тоже чуть-чуть онша емес көрінеді. Но 1 күндік таймфреймге келетін болса, 1 күндік таймфрейм вполне жақсы көрінеді. Прям вполне жақсы көрінеді. Бізде осындай маркетмейкерский модель бар. Хомяктарды шығарып тастауға рыноктан эфирім бізде $2400 құлап жатыр екен. Окей, дәл қазір эфирім $2400 құлауда. Эллиоттың волнасы бойынша 4-ші сызылды. Міне сызылды. Міне неге мен ондай ожидание қойдым? Себебі до этого эфирім бізде жақсы өскен еді, жақсы өсті. Міне 2 күннің ішінде, даже 3 күннің ішінде плюс 43%-ке өсті. 3 күннің ішінде 43%-ке өсті. До этого бір айдың ішінде 70%-ке өсті дегенде. Енді адамдарда қайтадан неверие пайда болу керек, адамдарда верасы кету керек, адамдар пейперхенд, оларды рыноктан шығару керек, слабые руки де. Сол себепті мен осындай ожидание қойған едім. Эфирім бір құлап алуын. И в том числе рынок құлауын. Яғни жаңағы total, общий криптовалюталардың капитализациясы және де альткоиндердің жалпы капитализациясы құлауын күткен едім. И сол кезде мен оқушыларыма мнение бердім. Америка Иранға атака жасағанның өзіне мощный пролив болмады 20-25%-ке. Бұл жақсы деп айттым. Но понедельник рынок ашылғанда либо тағы аздап сливать етеді, либо вообще құламайды. Маңызды момент. Вообще құламайды деп айтты мен. Обычно крипторынок бірінші құлайды, потом фондовый рынок екінші реагировать етеді. Рост болғанда также сначала фонд, анамна, в общем, деп айтып өттім мен. И действительно, понедельник бізде қандай болды? Так, давайте қарап көрейік. Понедельник. Наоборот, понедельник бізде өсті, міне. Эфирін өкірттіміз, бізде өсті, құламады, потому что уже ол жаңалықтар сол выходной кезінде отрабатывать етіп қойды, достар. Сол себепті менде осындай бір ожидание болған еді. Енді мен не айта аламын? Мен мұнда айтып өттім, көрдіңіздер, Америка Иранға атака жасады, военный базасы бойынша ядерный оружиеден, но рынок құлаған жоқ. Бір сұрақ, не үшін құлаған жоқ рынок? Себебі ол уже зрелый. Рынок баяғыдай кішкентай емес. Рынок баяғыдай спекуляция жасайтын уақытта емес. Бұл жерде только долгосрочно накопление жасағандар қана жеңетін болады болашақта. Сол себепті, Алла қаласа мен исключать етпеймін. В будущем тағы да бір пролив болуын, ол возможно қазір болмайды, ол возможно тағы да бір айдан кейін болуы мүмкін дегенде, но суть в том, что хомяктарды шығару мақсатында осындай жақсы пролив жасауда. Жалпы Эллиоттың волнасына келетін болсақ, эфирінде бізде 4 волна болды. Міне, рост 1, 2, мына жерде кішкентай болды, основное движение 3, 4 и 5-шісі. Дальше бізде мына жақта ABC дегендер кетеді, оны білесіздер. Но менде пока что эфириумнан ожидание осындай екен. 5-ші волна пока что мен мына жерге қойдым, типа $3400 деп, но не факт, одан да жоғары бару мүмкін, либо же $3000 барсақ қуанатын боламыз. Енді мен биткоинға обратно өтетін болсам, биткоинға келетін болсақ, бізде не күтуге болады? В целом биткоинның графигі маған ұнайды. Биткоинның графигі өте жақсы көрінеді, чем абсолютно барлығына қарағанда. Потому что, биткоин это батя, все-таки это батя. Мына жерге түсіп, абсолютно бүкіл пейперхендтерді уайындатып, шығарып тастады. Яғни слабый рукидан құтылды. Если заметили, көп инвесторлар биткоин исторический максимумна минус 10%-ке құлауына кәдімгідей уайындап кетті. Көбісі уже медвежий рынок басталайын деп жатыр деп ойлап бастады. Но менің ойымша медвежий рынок дәл қазір келмейді. Медвежий рынок келуіне тоже азғантай уақыт қалды, циклдың аяқталуына. Но перед этим мен білесіздер, Алла қаласа 120 мың сначала, потом барып, если возможность берсе, то $140 000 дейін бір өсуін көргім келер еді. Но это не факт, ол ешқандай финансовый совет емес, достар. Возможно, ол былай натюжный болмайды, возможно, осылай резко болады, Потом бізде қайтадан осындай бір аккумуляция болып, резко барып қайтуда мүмкін. Хотя кім біледі оны? Оны уже болашақта көре жатармыз. Но көреміз, в общем, айтқан кезде. Но не факт, олай тез баруы. Ол, возможно, бір 3-4-5 ай алу мүмкін, либо же 1-2 айдың ішінде бара сол мүмкін $120-140 000. Мен осы кезде бір қызық нәрсе айтқым келеді сіздерге, достар, биткоинға қатысты. Яғни, нақты айтып өтетін болсам, мен қазір биткоиннің графигін ашам, именно басқа графигін, вот пустой, почти что. Жарайды, мынаны удалить жасайық.
ну почти что пустой. Енді мен қазір мына жерде бір индикатор іздейтін боламын. Ол индикатордың аты hash response. Не үшін hash response-ты ашайын деп жатырмын. Қазір бір маңызды моментті көрсетемін. Так. Hash response. Вот, hash response-ты қостым. Соңғы рет бізде на покупку сигнал шығарған еді, естеріңізде болса, биткоин $84,000 тұрған кезде. Мен сол кезде срочный видео обзор жасадым. Мына кезде шықты, сосын мен одан кейін тағы 1-2 апта өткеннен кейін, либо келесі аптасына сразу видео обзор жасадым. Но, смотрите, Иран Израильге атака жасады. Сол кезде биткоин майнингінің хешрейті 34-35% дейін құлады. Ол дегеніміз, биткоин майнингмен айналысу легче, проще и прибыльно болады деген сөз. Яғни, енді майнерлердің совокупный прибыльге шығуы, безубыток точкасы, былайша айтқан кезде, ол $90,000-$88,000 дейін құлады. Осы диапазон аралығына құлады. Яғни, до этого берген биткоин $112,000 жеткен кездегі hash response индикатор биткоин сатып алу деген сигналы, былайша айтқан кезде ложный болды. Себебі мынау Иранға соғыс кәдімгідей әсер етті. Иранда, оказывается, өте крупный майнинг фермалар бар екен, который биткоин добычасымен айналысатын. Сол себепті биткоиннің хешрейті қатты құлап қалды 30-35%-ке дейін. И соның арқасында майнерлердің совокупный безубыток точкасы міне $94,000-$88,000 дейін түсіп қалыпты. Қазір олар прибыльде обратно. Бұл дегеніміз не? Ешқандай 100% жұмыс жасайтын нәрсе жоқ, достар. Ешкім гарантия бере алмайды. Hash response тоже ложный нәрселер беріп жатады. Это нормально. Это нормально. Самое главное, бұл жерде біз түсіну керекпіз. Ол нәрсе действительно ложный или же валидный дегенде, е? Бұл нәрсе ложный болды, бірақ бұл әсер ете қоймайды биткоиннің дальше өсуінен, дальше құлауына дегенде. Факт остается фактом, былайша айтқан кезде. Особо паниковать ететін жағдай емес. Но болашақта тағы да соғыстар болып жатса, келе жатқан 1 жыл, 2 жылдың ішінде, и сол кезде параллельно hash response индикатор биткоин сатып алуға көп сигналдар шығарса, то сіздер білесіздер, что бұл нәрсе возможно ложный болуы мүмкін екенін. И вообще мен осы кезде 2025 жылы осы мартта шыққан кезде hash response индикатор биткоин сатып алуға сигнал берді ғой, естеріңізде ма, 25-не қарай, если не ошибаюсь. Сол кезде мен видео обзорда айтқан едім. В скором времени келе жатқан 1-2 жыл, 3 жылдың ішінде hash response индикатор каждый 3-4 ай сайын сигнал береді деп. И действительно сондай болып жатыр. Вот. 2 ай өтті, қайттан hash response индикатор биткоин сатып алуға сигнал берді. Бұл, конечно же, енді больше всего ложный сигналдар отрабатывать етуіне үлкен намек береді. Яғни болашақта бізде тағы ровно 1 ай өтсе, мысалы, тағы 1 ай өтсе, биткоин сатып алуға тағы сигнал шығару мүмкін, с большой вероятностью. Ол кезде биткоин дәл осылай аккумуляцияда болып жатса, а вдруг биткоин дальше құлап бастаса осылай, ал мына жақта подряд бізде биткоин сатып алуға не шықса, биткоин сатып алуға сигнал шықса hash response-тан. Но ол кезде hash response уже не рабочий болып қалды деген сөзді білдіреді екен, өкінішке орай. Осындай важный моментті сіздермен талқылап өткім келді, достар. Бұл енді конкретно касается биткоинға. Енді давайте обратно жаңағы график ашайық, который ана жасалып қойған. Локально менің мнением сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Уже жаңалықтар отрабатывать етті, мощный откуп болды. 3 күндік таймфреймде қарайтын болсаңыздар, прям жирный откуп болды. Прям жирный откуп болды. Бұл, конечно, покупательский способность өте жақсы екенін білдіруде, көрсетуде, Мен сіздерге тағы да басқа нәрсені разбирать еткім келеді, бірақ ол чуть-чуть уақыт алуы мүмкін. Оны кейін разбирать етемін. Енді фондовый рынокқа келетін болсақ, фондовый рынокқа менің соңғы видео обзорым апрельдің басында шыққан еді. Және мен ол жерде айтып өттім, осы бір имбаланстан және гэптан жоғары закрепление жасай алса, желательно тезірек деп. Сол кезде бізде бұл капитуляция болды деген сөз екенін айтып өткен едім. И действительно сол кезден бері ешнәрсе өзгермеді. Бірақ менде бір чуть-чуть негізі онша емес жаңалығым бар. Ол, конечно же, процентный ставка бойынша. Көбісі не күтуде? Процентный ставканы түсіреді, ақшаны басып шығарады, и рынок өсуін күтуде, Но не тут-то было.
как раз таки бәрі наоборот болуы мүмкін достар. Осы жолы абсолютно бүкіл нәрсе кері болуы мүмкін. Мысалы қазір процентный ставка жоғары, инфляция жоғары Америкада, но сонда да рынок өсуде, биткоин исторический максимумды обновить етуде, в том числе S&P 500-де исторический максимумды обновление жасап жатыр екен. Яғни, ол дегеніміз, ешқандай бір какой-то процентный ставка, ақша басып шығаруы, ол уже әсер етпейді баяғыдай. Потому что рынок өзгеруде, рынок уже более зрелый болуда, в том числе и фондовый рынок-то зрелый болуда, криптовалюта нарығы тоже зрелый болуда, биткоин уже баяғыдай оңай манипуляцияға бере салатын актив емес, біз оны көрдік, ол өзін көрсете алды. Особенно осы соғыс жаңалықтарына келетін болсақ, ол өзін жақсы көрсете алды деп айтсақ та болады. Сол себепті достар, ондай процентный ставка түсуі, құлауы бұрынғыдай әсер ететініне надеяться етіп қажет емес. А наоборот, побочный эффект болуы мүмкін. Яғни, рынокты құлатуы мүмкін. Условно, процентный ставканы түсіреді, қазір 4,5% па сонда, условно 2% или же 2,5%-ке құлатады. Рынок, наоборот, құлап бастауы мүмкін. Неге оны көбісі ойланбайды? Это вполне реалистичный и возможный сценарий, потому что 2008 жылы крупный бүкіл әлемдегі рецессия, яғни кризис болатын кезде солай болған. Процентный ставканы құлатты, ақшалар да басып шығарылып жатты, но сонда да бүкіл рынок, абсолютно бүкіл әлемдегі рынок қатты құлап бастады, потому что, рынок солай жұмыс жасайды. До этого тағы 1995 жылдары ма сондай бір жағдай орын алған, поэтому это может повториться, ол нәрсе қайталануы мүмкін. Сол себепті ол нәрсеге сенім қажет емес. Абсолютно бір қатып қалған заңдылық криптовалюта нарығында и вообще в целом рынокта ол жұмыс жасамайды. Хоть даже алтынды алып қарайтын болсақ, алтын мысалы қаншама жыл бойы аккумуляцияда жатып, енді қазір 3000 қанша долларға дейін бар? Дейсіме шықпады. 3800 долларға дейін ба? 3500 долларға дейін ба бар еді ғой? 3500 долларға дейін барды мысалы алтынға келетін болсақ, Сол секілді айта беретін болсам, өте көптеген нюанстар бар екен достар. Сене бермеңіздер әр нәрсеге, процентный ставка болсын, инфляция болсын, ақшаны басып шығару болсын, ол уже баяғы нәрсе. Қазір уже чуть-чуть басқаша нәрсе жұмыс жасайды. Более, даже технически анализ жасасан, ол более точный болуы мүмкін, чем жаңағыдай жаңалықтарға қарағанда, Но все-таки фундаментальный анализ жасауды тоже ұмытпау керек. Фундаментально және технически қарайтын болсақ, биткоин и в целом криптовалюта нарығы өте жақсы көрінеді Алла қаласа. И определенный бір движениеге надеяться етіп стоит па? Конечно, стоит. Білесіздер, мен айтып өткен едім, еще апрельдің басында май және жаз айларында криптовалюта нарығы өсім күтетін болам деп. Действительно бізде май, июнь айында өсім жасады. Бізде қазір июнь, но аяқталып жатқан, әлі аяқталған жоқ, но аяқталайын деп жатыр. Бірақ сонда да бізде манипуляциялар болды, соғыс тағы басқа, но сонда да ол өзін жақсы көрсете алды. Бұл дегеніміз покупательские способности көрсетуде абсолютно бүкіл рынокқа қатысты, и фондовый, и криптовалюта нарығына да қатысты, олар өзін жақсы көрсете алды. Сол себепті Алла қаласа, мен осы жазда криптовалюта нарығы дәлше өсуіне все еще сенудемін. Мен сенетін боламын. Особенно осы келе жатқан апталар, возможно, айлар дегенде оны көре жатармыз, но мен все еще сенемін бұл өзімнің айтып өткен сценарийіме. Қаншалықты ол орындалмайтыны ол белгісіз пока что. Но соғыс және тағы да басқа манипуляциялар олар особо баяғыдай әсер етпейді. Мысалы, мына кезде әсер етті, Иран мен Израиль соғысы сразу же мұнайды көтеріп тастады. Мен оқушыларыма айтқан едім осы кезде, мұнай құлау керек деп, и действительно бізде құлап жатыр сразу екінші күнінде. Потому что уже мынау рост оправдан болып шықты. Яғни новостной результат уже заложено в цену, түсінесіздер ма? Яғни бағасына, мұнайдың, алтынның, криптовалюта, абсолютно бүкіл фондовый рынок болсын, ол уже заложено. Сол себепті олар отрабатывать етіп жатқан жоқ, уже криптовалюта нарығы мен фондовый рынок құлап жатқан жоқ, алтын ұшып жатқан жоқ, мұнай тоже ұшып жатқан жоқ екен. Жалпы бұл момент сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Ал енді конкретно неге рыноктың психологиясына келетін болсақ, бізде өте қызықты ощущениелер пайда болды. Адамдарда қазір апатия, адамдарда разочарование, адамдар уже шыдамы таусылуда, олар уже күтіп шаршады, көбісі рынок өсуін, альтизон болсын,
даже биткойнның минус 5, 6, 10%-ке құлауының өзіне көбісі паникаға түсуде. Бұл өте жақсы. Себебі лишний пассажирлер, лишний игроктар рыноктағы олар шығуда. Ең төзімді, ең шыдамдылар ғана қалады, как обычно. И солар, Алла қаласа, самый лучший результаттарды жасайтын болады. Мен соған сенемін. Но это не значит, что бүкілі убытыққа кіреді. Но это не значит, что барлығы бірдей супер көп ақша топ байып кетеді. Менің ойымша бір 100% адамның ары кетсе 10% даже одан аз адамдар реально ақшаны алып шығады. Көбісі эмоцияға поддаваться ететін болады. Мысалы, қазірдің өзінде элементарно, ешқандай сен криптовалюта сатып алмадың деп есептейік. Сен ойланбастан биткоин алуды дұрыс санайсың. Допустим, биткоин алдың, биткоин өсті, $120 000 ғана бар деп есептейік, пика сол болды, 10% өсті. Ал на фоне этого, допустим, бір какой-то альткоин 100 есе өсіп отыр. Жарайды, 100 есе демек қойын, 6 есе, 10 есе, 15 есе өсіп отыр. Сен, конечно же, фомо жасайсың. Бекер биткоин сатып алдым, 10% өсетін. Лучше сол альткоинді алуым керек еді дегендей, сенде мнение пайда болады екен. Сол себепті, достар, бұл рынокта өзінің эмоциясын ұстай алатын, рынок психологиясын түсінетін, рынок қалай жұмыс жасайтын түсінетін адамдар ғана действительно ақша табады. Ал қалғанның барлығы шыдай алмай рыноктан шығатын болады, өкінішке орай. Давайте енді по чесноку рынокқа қарайық. Манипулятор, яғни осы рынокты жасаған адамдар намного мықтырақ, чем бізге қарағанда, потому что олар осы рынокты жасаған, біз емес. Және олар осы рынокты жасады, чтобы олар ақша табу үшін, біз емес. Сол себепті көбінесе біз қателесіп жатамыз өте көптеген моменттерде. Ну, мысалға айталық, қарапайым пример, Қазір былай жасайық. Мына жақта биткоин графигі, мына жақта биткоин доминациясы, Мысалы, биткоин доминациясын қарайық. 15 минут таймфрейм, давайте бір айлық таймфрейм. Бір апталық таймфрейм ашайық мына жақтан. Смотрите. Вообще мынау не сұмдық, мысалы мынау? Не сұмдық? Биткоин доминациясы непрерывно өсуде. Просто непрерывно. Уже 65%. Соңғы видео обзорында вообще ол 64 еді. Оның алдыңғы видео обзорында 63 еді. Оның алдыңғысында 61, оның алдыңғысында 60, 59 дегендей. И биткоинның доминациясы тоқтайтын түрі жоқ вообще. Вообще жоқ. Прикиньте, настолько мынандай мощный поджатие, как будто тағы жоғарға выстрел жасайтындай көрінеді. Но в чем суть? Біз неге 100% дұрыс рынокты қайда баратын таба алмаймыз? Абсолютно ешкім таба алмайды 100%. Бәрі қателеседі. Потому что рынокты басқаратын адамдар бар. Олар бізде манипулятор, яғни осы рынокты жасаған адамдар. Олар крупный капитал. И оларда бүкіл возможность бар, чтобы біз қателесу үшін. Окей, біз, возможно, мына моменте дұрыс келе жатуымыз мүмкін, рынок құлап жатыр, альткоиндар өсіп жатыр мына жерде, биткоин доминациясы құлап жатыр, но мына жерден что-то пошло не так. И сразу же доминациясын өсірді, мысалы, Сол сияқты айта берсем, өте көптеген моменттер бар. Сол себепті 100% рынокты предугадать ету ешкімге невозможно. Только сіз, конечно же, сондай бір манипулятордың досы болмасаңыз. Мысалы, биткоин кезінде $18 000 тұрды, құлады. Осы недавно, осы циклды айтатын болсақ. Окей, мен сатып алдым, тағы $16 000 қалады. Окей, тағы сатып алдым $18 000, $16 000. Но теперь смотрите, мен сат жерде, мына жерде $70 000 сатсадым мен. Вот, мына жерде сатсадым мен, $70 000 сатып алдым. Мен білген жоқ, мысалы, биткоин $100 000 дейін баратын. Например, Бірақ мен сендім кезінде, конечно же, мен сендім, бірақ ол сену қала береді, сенумен қала береді. Но по факту келетін болсақ, терпение и рынок психологиясы ол мүлде басқаша әсер етеді адамдарға. Біз қателесеміз. Сол себепті біз ритейл инвестормыз, біз крупный фонд емеспіз, біз крупный игрок емеспіз. Мысалы, MicroStrategy 2020 жылы басталғалы бері, мына кезден бастап биткоинді тоқтамай әлі күнге дейін сатып алып келуде. И олардың точка входасы, орташа бағасы $70 000 құрайды. Яғни оларда қазір прибыль суммарно 35%, даже 50% екен. Ну вот, олардың орташа точка входасы $70 000 құраса, или даже одан выше ма. Қазір оларды примерно 30-50% прибыль болып тұр екен. Хотя олар 4 жыл бойы накопление жасауда. Еще крупный миллиардтаған доллармен.
мына кезге қарағанда олар мына кезде өте көп накопление жасап жатыр. Хотя мына кезде алу более выгодно ғой, но мына кезде ол миллиардтаған долларды привлекать етіп, инвестиция тартып, осы кезде алуда екен. Понимаете, в чем суть? Ешкім нақты уверенный бола алмайды, рынок қайда баратынын ешкім біле алмайды. Даже жаңағы айтып өткен Майкл Сейлор, яғни MicroStrategy компаниясының основателі, который миллиард долларлап әр апта сайын биткоин сатып алатқан. Ол мысалы мына жерде неге тоқтамай көп қылып алған жоқ, сразу 50 миллиард доллар привлекать етіп, или же 20 миллиард долларды жоқ. Ол именно жаңағыдай өте көп сумманы осы кездерде ғана привлекать ете алды, потому что более привлекательный уже признание бар. Яғни биткоинді уже көбісі мойындап қойды, биткоин исторический максимумнан асты мына жерде, накопление болды дегендей, тағы да асты, мына кезде вообще подтверждение болды көп инвесторларға инвестиция жасауға дегендей. Ал мына кезде вообще биткоин 16 мың, 18 мың, 20 мың доллар тұрған кезде адамдар игнорт етті. И мойындау керек, сіз де игнорт еттіңіз. Мына жерде көбісі игнорт етті, көбісі алмады. Мен өзім алған кезде қорқып алдым. Мен қорқып алғаныммен, самое главное, дұрыс шешім жасадым мен, Аллаға шүкір. Достарыма да айттым, уже айта беріп шаршап кеттім, честно айтайын бар ғой. Өзімнің личный блогымда да айттым, инстаграмда алыңдар деп. Но в чем суть? В чем суть? Көбісі рисковать етуден қорқады бұндай кезде. Оны мойындау керек. Көбісі рисковать етуден қорқады. И көбісі болашақты білмейді, енді непредсказуемый нәрсе болып тұр ғой, гарантия жоқ. Поэтому адамдарда страх болады, болашақты білмеген соң. Вот дәл қазір биткоин 100 000 долларға жетті. Сіз обратно 3 жылға өтіп кетесіз, 2022 жылға. 2022 жылы июнь как раз. Июньде как раз биткоин құлап жатты нешеге? 17 000 долларға, 17 500 долларға құлап менің әлі есімде. Бірінші дүниесі. Сіз сол кезде алар ма едіңіз биткоинді? Конечно, аласыз, сіз 100 000 долларға баратын уже көріп қойдыңыз, предвидеть етіңіз. Сіз даже лонг позиция ашып отыра бередіңіз осы периодта, но ол нәрсе невозможно. Біз только через опыт қана білеміз ол историяны. А так, ол опыт әлі бізде болмаса, өмірімізде орын алмаса, сіз рисковать етуге дайын болмайсыз. Сол себепті манипулятор всегда жеңеді. И біз өкінішке орай почти что всегда ұтыламыз. Ну, как бы не было, оны мойындау керек. Ол ойбай, мен всегда дұрыс нәрсе айтамын, мен всегда дұрыс жүремін деген нәрсе ол невозможно. Адам барлығы қателеседі. Мен де қателесем, сіздер де қателесесіздер. Это нормально. Мен мысалы қателесім больше всего биткоинның доминациясында. Честно айтайын, самый непредсказуемый нәрсе бұл биткоинның доминациясы. Ол, не знаю, почему, қалай екенін білмеймін, бірақ биткоинның доминациясы өкінішке орай самый непредсказуемый нәрсе. И оның тренді супер восходящий, да, как будто тағы да ұшып кететін сияқты. Но мен все еще уверенмін, Алла қаласа биткоин доминациясы құлайтынына. Не знаю, ол қалай болатыны, тағы да өсіп барып құлай ма, 70%-ке жетіп, либо же текущий құлап бастай ма, но мен сенімдімін, Алла қаласа биткоин доминациясы құлап бастауына. Енді баяғыдай қатты құламайды, обратно, возможно, 40%-ке возможно құлауы мүмкін, возможно, бір 48%-ке құлағанның өзі жеткілікті. Но мен соңғы видео обзорымда айтып өткен едім, негізі барлығы өте дұрыс келуде, барлығы грамотно келуде, потому что биткоин эфирімді ашып қарайтын болсақ, мысалы, эфирім қазір 2400 долларда, биткоин доминациясы 65%. Вот условно 65%-тен биткоин доминациясы 25%-ке құласыншы. А теперь представьте, 25%-ке биткоин доминациясы құлайды, яғни биткоинның қазіргі капитализациясы 2 триллион доллар болса, оны 25% дегеніміз суммарно 400 миллиард доллар. 400 миллиард доллар бір жерге переливаться етеді, былай жатқан кезде. Енді елесетіңіздер, 400 миллиард доллар деген ол қаншама көп ақша. Дұрыс қой, 400 миллиард долларға или 500 ба? Скорее всего, 500. 500 миллиард доллар. Енді елесетіңіздер, 500 миллиард доллар ол дегеніміз целый бір эфирум плюс тағы бір XRP-дің капитализациясымен бірдей. Значит, X2 дегеніміз 4800 долларға вполне барып қойты мүмкін. Если сол ликвидностьтің барлығы только эфирумға келсе дегенде, оны көре жатамыз. Солай достар. Негізі бүкіл нәрсе орында, өз орнымен болуда. Өте грамотно дұрыс жасауда манипулятор. Прикиньте, мен олай айтам деп ойламаған, бірақ это настолько грамотно, это настолько красиво, вот честно айтам бар ғой, настолько красиво. Вот теперь представьте, мысалы, эфирім құламады осы моментте, осы периодта құламады. Эфирім осы 4000 долларда тұрып қалды. Вот мысалы, да? Вот, допустим, 4000 долларда тұрып қалды. Ал биткоин доминациясы болса, вот условно, биткоин доминациясы болса,
Мына жерде болмайды екен. Ал биткоин процентте жүрмейді екен ғой айтпақшы, иә. Ал биткоин доминациясы болса, допустим, 55% өтіріп қалды деп есептейік, иә. Дәл сол период, дәл сол кез. И дәл сол құлады. Прикиньте. Ол кезде выхлоп нормальный болмайды неде эфириумнан и альткоиндардан. Судя по тому, как биткоин доминациясын өсіріп жатыр и эфириумды все еще бір орында ұстап тұр, мне кажется, грандиозный бір нәрсе бізді күтуде Алла қаласа. Но это не факт, ешқандай финансовый совет емес, әркім өзі ойлану керек, иә. Но мне кажется, сондай бір нәрсе болатындай көрінеді с другой стороны. Почему? Потому что, во-первых, любой қазір бір альткоин ашып қарайтын болсам, абсолютно любой, мен ешқандай финансовый совет емес, допустим, иә. АПТ дейікші, как раз биткоин 16 000 доллар тұрған кезде шыққан криптовалюталардың бірі. Біз бұны 4 рет алып сатқанбыз. Бір рет жақсы ұстап қалдық, мына жақта алып, мына жақта саттық, потом осы жақта алып, тағы мына жақта саттық дегендей. Мына жақта алып, тағы мына жақта саттық. В общем, қарап көрейік мысалы, иә. Вроде АПТ дноны тағы пробить ететіндей көрінеді. Мұрын қыши берді ғой, ё-моё. Как будто дноны былай пробить ететіндей көрінеді. Вот қарайтын болсақ, иә, условно, вот. Как будто уже дноны пробить еткендей. Дальше уже без шансов сияқты көрінеді, иә, вот, условно. Как будто без шансов. Ладно, бұл не самый күшті пример болды, допустим, LTC. Жарайды, ешқандай не емес. АПТ просто шыққалы бері особо өзгеріс жасаған жоқ. Грубо говоря, үлкен боковикте, иә. Поэтому давайте LTC-ді қарап көрейік. Лайткоинді баяғыдан бері келе жатқан. Или же давайте Dogecoin'ді қарап көрейікші. Dogecoin'ді. Оның капитализациясы и так 30 миллиард долларда, поэтому негізі LTC дұрыс. Бірақ что-то графикті ұзақ загрузить етуде. Маған ол нәрсе ұнамай тұр. LTC USD. Да, ё-моё, мен мұрдыма не болды? Может, бұрғбашқыдың. Ладно, қарап көрейік. Ладно, қазір график ашылады, неважно, абсолютно любой графикті қарай берікші, мысалы, я, вот, осы график тұра бесінші. Мысалы, мынау любой, абсолютно, любой график деп есептеңіздер. Вот, мынау любой график деп есептеңіздер. Мына шықты, құлап келді, мына жақта тұрып қалды, уже, смотрите, мына жерде тұрып қалды. Жоқ, басына давайте, сиятындай қылып істейік. Мына келді, құлады. Аккумуляцияға тұрып қалды мына жерде. Тағы да дноны обновить етті. И днода тағы да жүр. И вот көбісі ойлайды, мына жерге дейін өсу үшін оған әлі X20-10 жасау керек. Сонда қалай рост болады дегенде адамдар сене алмайды, иә? А теперь представьте, ол мына кезде шықты. Адамдар мына кезде сатып алды, окей, мына жерде убытокта тұрды, окей. Но мына кезде аккумуляция болған уақытта бұл монета кімнің қолында болды? Ритейл инвесторлар алып жатты ма? Осындай бір минус 90%-ке құлап тұрған альткоинді ол алды ма? По вашему, вот мысалы ойланып көретін болсақ. С большой вероятностью жоқ. Ритейл инвесторлар алмайды. Олар қорқады. Олар рисковать еткісі келмейді. Олар уже мынау альткоинді өліп қалды деп ойлайды, иә? Но не тут-то было. Олар мына жақта накопление жасады. Бұл монетаны шығарған команданың өзі специально солай жасайды. Өзінің қолында бір 96-98% монета тұрған кезде оларға бір ғана кнопканы басып, мынандай бір свечер жасай сала алады да. Сіздер пока что сенбейсіздер, келсем, сіздер сенбейсіздер. Но мен сіздерге бір мемкоинді ашып көрсететін болсам, допустим, иә, давайте қазір көрсетейін. Aura USDT миксте бар ма екен, интересно. Мне кажется, был какой-то басқа, я был басқа деймін. Давайте DEX скринеде көрсетейінші. Aura. Міне, допустим, қазір көресіздер. Міне, дневной таймфрейм, жауып тастаймыз. Қараңыздар. Міне. Бұл мемкоин шықты, без разницы. Мемкоин болсын, альткоин болсын, абсолютно любой не жұмыс істей береді. Міне шықты, өсті. Өскен кезде значительный рост жасады. Көріп отырсыздар, қандай рост жасаған. И дальше смотрите, тағы құлады, укатать етті,
минус 92%-ке укатать етті. Обратно минус 92%-тен ұшырды, 10 есе. И обратно құлатты. Енді қараңыздар, қандай ұзақ аккумуляцияда жүрді. Мына жерден бастап есептейтін болсақ, қараңыздар. Ұшырғанға дейін 173 күн бойы аккумуляцияда болды, минус 90%-те. Осы аккумуляция болды. Бұл енді конкретно мемкоинға байланысты, енді альткоин емес. Альткоиндердің капитализациясы намного выше, больше. Бұның капитализациясы 111 миллиард доллар. И тұрды да всего лишь 3-4 күннің ішінде, допустим, магнитикті, 3-4 күннің ішінде капитализациясы 238 миллион долларға дейін барды. Ал оның құлаған кездегі капитализациясы 1 миллион доллар болмасын да? Неужели? Да ладно. 1 миллион долларға дейін құлады капитализациясы, и всего лишь 5 күннің ішінде 200 есе ұшырды. 224 есе. Представьте, 224 есе. Енді бұл мемкоин ғой. Мемкоинда 224 есе ұшуы, это нормально, это вероятно, это возможно нәрсе. Прикиньте, тұртта ұша салды. Яғни мен бұл жерде не айтқым келді? Бұл жерде, енді мен қазір курс оқытпаймын, поэтому сізге осылай бөлісе берем. Публично да құлады, қараңыздар. Дәл қазіргі көп альткоиндардың графигі дәл осылай көрінеді. Страшно көрінеді, былай қарасан. Капец, что это такое? Ё-моё, дейсің, былай құлады. Деп, еще сенің графигің ол былай көрінеді, мына жақтан. Ё-моё, қалай мынау сонда? Енді өспей ма не дегенде сенде страх пайда болады, конечно же. Это безусловно. Өйстіп құлатады, минус 98-95%-ке дейін. И бүкіл ритейл инвесторларды шығарып тастағаннан кейін слабые руки, максимум 1-2% қалар, чтобы успешный успех историясы болу үшін, типа Dogecoin'ді сен 100 долларға алғаныңда мынау жігіт сияқты миллион доллар табатын едім дегендей бір история керек қой олар үшін тоже. И тұрады да ұшыра салады. Мысалы, мынау аура капитализациясы 600 мың долларға дейін құлаған, и 238 миллион долларға дейін өскен. Яғни 400 есе. Прикиньте, сен 400 есе ақша табасың. Яғни 1000 доллар салсаң 400 мың доллар табасың. Прикиньте, 1000 доллардан 400 мың долларға, прикиньте. Капец көп, е? Всего лишь 500 мың, 500 мың ба? 500 мың теңгеден қанша табасың сонда 400 мың доллар болса? 200 миллион теңге табасың. Прикиньте, 500 мың теңгеден 200 миллион теңге. Либо же 1 миллион теңге салсан, 400 есе болса 400 миллион теңге табасың. Прикиньте. Сказка, я, фантастика. Невозможно сияқты көрінеді. Но прикиньте, сондай бір историяны шығару үшін 1-2% ғана ритейлға қалдырады екен. Потому что олар хамяк. Нандай рост болды, деп шошып кетеді адамдар. Бір күннің ішінде мынау 10 есе өсті ма дегенде қалып ше. Давайте на логарифмический графике қойық, чтобы более. Вот тут уже чуть-чуть другое дело, я. Логарифмический графикте чуть-чуть басқаша көрінеді. Вот условно мына жерде сатып алды, мына жерге дейін өсті. 38 есе, жоқ, 40 есе пайда таптым деп сатып жібереді. Ол сатқаннан кейін дальше больше ұшып кетеді. Ол мына жерден қайтадан сатып алады. Наяқтан сатады қайтадан өсіп баратыр деп ойлайды, наяқтан сатып алады. И қазір убытокта отырады минус 50-60%-те уже, я условно вот. Я минус 50-60% отырады. Дәл осылай жұмыс жасайды рыноктың психологиясы и рыноктың структурасы. Осының арқасында манипуляторлар, жаңағы маркетмейкерлер, тағы басқа кім бар? Олар ақша табады екен. Негізі бәрі намного проще, чем біз ойлағаннан қарағанда. И намного легче, чем біз представить ететінімізге қарағанда. Мысалы, мен қазір трейдинг вьюді ашайын. Обратно жаңағы нені ашам. Допустим, ICP дейікші. Ешқандай финансовый совет емес, достар. Мысалы, делік ICP. Қараңыздар. Шықты сразу құлады, дәл шоқылады. Потому что неқта командасында ғана болды бұл монета, сатты. Хамяктар алса алды, мына жақта алса алды, алмаса алмады, иә? Енді қараңыздар, қалай укатать етті. Нау, слишком жесткий дамп, иә? Даже ана жоғарысына бару үшін 2 минутын кетеді ғой. Как будто Буш Халифаның 125-ші этажға көтерілесің ғой, ше? Көріп отырсыз, иә? Міне, құлаватыр, беспощадно құлаватыр. И так, өзінің исторический максимумнан қатты құлап еді, мына жақтан қарайтын болсақ 80%. Даже мына жақтан қайттан қарайтын болсан, тоже 80% құлаватыр. Дно жоқ, как будто, ше?
Но достар, бұл сондай капитуляцияның түрі екен. Адамдарды солай қорқытады, қинайды, как будто дальше рост болмайтындай көрінеді. Мынау графикке қарайтын болсақ, действительно бәрі ойлайды. 100% сенімдімін, ешкім сенбейді. Мынау графиктен соң, дәл осылай құлап тұрған соң, особенно дәл осы жирно құлап тұрған соң, глобально, дальше өсуіне ешкім сенбейді мысалы. Мен де сенбейтін едім мысалы, Бұл ешқандай финансовый совет емес, достар. Түсінесіздер ма? Ол невозможный болып көрінеді да. Біз кезінде бұны сатып алғанбыз 3-4 доллардан и 12 доллардан, 14 доллардан полностью сатып тастадық. Потом бұл 20 долларға дейін почти что барып қайтты. Міне. Мына графикті қарап отырсаң, как будто невозможно болып көрінеді. Бір беспощадно аямай құлатып жатыр да. Түсініңіздер ме? Дәл солай абсолютно кез келген графикке қатысты, кез келген альткоин, кез келген мемкоин, абсолютно бүкіл нәрсеге қатысты. Манипулятор ол өзінің жұмысын жақсы жасауда. И қазіргі рынок жақсы капитуляция жасауда хомяктарды. Біз үйреніп қалғанбыз не нәрсеге? Біз үйреніп қалғанбыз успешный успехқа. Не только там инстаграмдағы, но и криптовалютадағы, типа біреу келеді, бір какой-то мемкоинді 100 доллар сатып алады, 100 доллар сатып алып, миллион доллар тауып кетеді дегендей. Или же альткоинда болсын. И көбісі соны естіп алып, қазір альткоиндар сатып алуда. Но по факту келетін болсақ, биткоинді көбісі алмағаны үшін қазір фом ұстап отыр. Потому что биткоин өсуде, ал альткоиндар данный момент бір орында тұр, Данный момент бір орында тұр. Көбісіне бұл нәрсе ұнамайды. Но по факту келетін болсақ, бұл уже реальность, достар. Бұл уже опыт. Кезінде 16 мың, 18 долларда алып үлгермегендер уже ондай шансты бермеуі де мүмкін. Даже 30 мың долларда алуға шансты бермесе таңғалмаймын мен. Түсінесіздер ма? Яғни, мысалы, допустим, биткоин 140 мың долларға өсті деп есептейікші міне. Биткоин 140 мың долларға өсті. 140 мың долларда минус 70% құлады. Оның өзі уже 40 мың доллар. Түсінесіздер ма? Ол, почти что уже невозможно болып көрінеді. 16 мың доллардан алу. Мысалы, кезінде 3 мың доллардан алғандар бар 2009 жылы. Мен 2009 жылы өкінішке орай биткоин алып үлгермедім, только эфирум алдым. Торжыстан мен яқта 6 мың доллар карантин кезінде бәрінде возможность болды. Но ондай возможностьті қазір ешкімге бермейді 6 мың долларды алу дегендей. Түсініп жатырсыздар деп ойлаймын, достар, жалпы. Бұл енді рыноктың психологиясы. Шындығына келетін болсақ, манипулятор осылай адамдарды қинауда, адамдарды капитуляция жасауда, и соның арқасында олар жеңеді. Неге олар жеңеді? Потому что біз шыдамсызбыз, біз байып кеткіміз келеді, біз тез байып кеткіміз келеді, бізге жеңіл, күшті, тез ақша керек, чтобы күшті өмір сүру үшін. Бірақ на самом деле бұл рынокты жасаған біз емес екенімізді ұмытпау керекпіз. Себебі бұл рынокты жасаған адамдар миллиардтаған долларға жасады, және оларда и уақыт көп, олар и так бай, оларда ақша көп, и оларға дәл қазір срочно байып кетіп қажет емес. Оларға бір жылдың ішінде капиталын X2 жасаса, оларға вполне достаточно. Олар даже фьючерспен оны жасауда дәл қазір, ликвидировать етіп қаншама адамдарды. Сол себепті просто рынокқа сену керек, шыдамды болу керек, асықпау керек, төзімді болу керек, сабырлы болу керек. Сол кезде ғана рыноктан сіз жеңетін боласыз. Солай, достар. Енді күтеміз, Алла қаласа. Менің ожиданиямды білесіздер қандай екенін мен уже айтып өттім. Эфирум бойынша, биткоин бойынша. Оны қайталай бергенде смысл жоқ деп ойлаймын. Енді қайтадан жалпы криптовалюталардың капитализациясына келетін болсақ, следующий менің ожиданиям не болар еді? Менің ожиданиям осы келе жатқан уақыттарда уже осы исторический максимумнан жоғары до этого времени өткенде закрепление жасасақ, вообще керемет болады, До этого айтып өткен сценарий бойынша. Ал тотал 2 болса, яғни бүкіл альткоиндардың капитализациясы то же самое, мынау исторический максимум, даже бұл исторический максимум емес, міне. Мынау исторический максимумнан жоғары закрепление жасауын күтер едім, Алла қаласа, желательно. Но ол білмеймін қанша уақыты болуы мүмкін. Ол, возможно, 1-2-3 ай болуы мүмкін, возможно, жарты жылда болуы мүмкін дегендей. Оның барлығы рынокқа байланысты. Оның барлығы өте көптеген нәрселерге байланысты. Уже көріп отырсыздар, не болып жатқанын, неше түрлі соғыстар болуда, бірақ сонда да Аллаға шүкір криптовалюта нарығы скамиться айтып жатқан жоқ, самое главное, Енді жан-жақтағы ситуацияларға келе отырып, мен сізге айтқым келеді, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын,
Алла қаласа әлі өте көптеген табыстарды табатын боламыз. Ол современный болатын нәрсе, оған қатты асығып қажет емес. 1-2 ай, 3-4-5 айдың ішінде бола салмайды, андай грандиозный рост, который біз күтіп отқан. Но шамалы шыдасақ, Алла қаласа мен болатынына сенімдімін. 2026 жылға дейін, мне кажется, уже барлығы болып, орын алып қою керек деп ойлаймын. Даже медвежий рынокқа уже дайындалатын сияқты көрінеді. Жалпы бүкіл рынок, оны көре жатамыз. Енді бүгінгі видеообзорым осымен аяқталады. Жалпы өте ұзақ болды, длительный болды. Максимально тырыстым ойымды жеткізуге, бірақ әлі сыймай қалған қаншама ойым бар. Оны, наверное, келесі видеообзорларда айтатын боламын. Ал егер сізге осы видеообзор ұнаса, онда міндетті түрде лайк басып, тіркеліп кетіп, осы видеообзормен достарыңызға, туыстарыңызға, таныстарыңызға жіберсеңіздер болады, олар да көрсін, пайдалы инсайттар алсын дегендей. Егер осы видео ұнаса, онда міндетті түрде кері байланыс қалдырыңыздар.